Сәлем достар. Бүгін сіздерге жүгері шашағының емдік құпиясы туралы айтатын боламын. Ол үшін алдымен видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп алыңыздар. Базар жағасында қаптап сатылып жатқан кәдімгі жүгерінің шашағы сан түрлі емге дәру екенін біріңіз білсеңіз, біріңіз білмейтін боларсыз. Піскен жүгеріні жақсы көрмейтін жан сирек шығар. Ал оның шашағының пайдасы шаш етектен екен. Бүгінгі мақаламызда қандай ауруға қалай қолдану керектігін айтатын боламыз. Бауырды емдеу үшін ұсақталған жүгері шашағының 2 ас қасығын 1 стақан қайнаған сумен араластырыңыз. Стақанның бетін жауып, ыстық су құйылған ыдысқа салыңыз. Шамамен 20 минуттай булау жасау керек. Белгіленген уақыттан соң стақанды алып, балалардың қолы жетпейтін жерге қоясыз. 40 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан ішесіз. Емді тамақтан соң күніне 4 рет қабылдау керек. Емделу мерзімі 2-3 апта. Бүйректі емдеу үшін 50 грамм ұсақталған жүгері шашағын жарты литр суға салып, баяу отта қайнатасыз. 5-10 минуттай қайнаған соң отын сөндіріп, тұндырып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан кейін сүзіп алып, аз жұтымнан күні бойы ішіп тауысыңыз. Циститті емдеу үшін 1 ас қасықтан жүгері шашағы мен салаубас, бесмертник шөбін жарты литр қайнаған суға саласыз. Қоспаны ыдысымен ыстық суға салып, 15 минуттай булау жасайсыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, 30 мл-ден күніне 4 рет ішіңіз. Емделу уақыты 1 ай. Өтті емдеу үшін 50 грамм кептірілген шашақты 100 мг жылы суға салып, қақпағын жабасыз. Оны ыдысымен ыстық суға салып, булау жасау керек. Шамамен 15-20 минуттан соң стақанды алып тұндырып қойыңыз. Салқындаған кезде қабатталған дәкемен сүзіп алып, 100 мг қайнаған сумен араластырасыз. Дайын болған емдік сусынды 1 ас қасықтан тамақтанудан алдын күніне 3-4 рет ішіңіз. Емделу мерзімі 2 апта. Араға 14 күн үзіліс жасап, екінші рет жалғастырыңыз. Өт ауруларынан түбегейлі айығасыз. Ұйқы безді емдеу үшін 30 грамм жүгері шашағын 1 стақан суға салып, отқа қойыңыз. Баяу отта 5 минуттай қайнатып алып, қақпағын мықтап жабыңыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, аш қарынға 1 ас қасықтан ішесіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Гастритті емдеу үшін 2 ас қасық жолжелкен, подорожник, қалақай, крапива, шөбін және 1 ас қасық жүгері шашағын араластырып, термосқа салыңыз. Үстіне 800 грамм қайнаған су құйып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 3 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 стақаннан күніне 3 рет ішесіз. Емді тамақтанудан 30 минут алдын қабылдау керек. Емделу мерзімі 2 аптадан 8 аптаға дейін жалғасады. Анемиядан айықтырады. 4 ас қасық шашақты 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. 1 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, жарты стақаннан әр 2 сағат сайын шай ретінде ішіңіз. Емді тамақтан соң жүргізу керек. Бұл тұнба гемоглобинді көтереді, әрі қаназдықтан арылтады. Достар, бүгін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.